Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен вафельная стружка дайындап үйренетін боламыз. Өте оңай, өте тез дайындалатын рецепт. Ең алдымен 30 грамм сары майымызды сәл ерітіп салқындатып, кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Оған бір жұмыртқаның ағын қосамыз. 30 грамм сахарная пудра салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, 30 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бұған ешқандай миксердің қажеті жоқ. Жартысын пергамент қағазына салып аламыз. Өте жұқа қылып жайып шығамыз. Өте жұқа біркелкі болуы қажет, сол кезде біркелкі әдемі болып піседі. Қалған жартысын осындай многоразовый тефлоновыйға көрсететін боламын. Бәрін салып, жаңағындай біркелкі қылып жайып шығамыз. Өте оңай, өте тез. 70 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Духовкаларыңыз қатты қыздыратын болса, градусын азайтсаңыздар болады. Міндетті түрде конвекциясын қосып пісірген дұрыс. Вафельная стружкамыз дайын болды. Осылай қолмен үгітетін боламыз. Блендерға салып үгітетін болсаңыздар, ұнға айналып кетеді. Сол себептен осылай қолмен үгіткен дұрыс, сол кезде әдемі болып көрінеді. Өте оңай, өте тез, сатып алудың қажеті жоқ. Осылай үйде дайындасаңыздар болады. Құрғақ ыдысқа салып, алдын ала дайындап, қақпағын жауып, су тимейтін жерге қойып қойсаңыздар, біраз уақытқа дейін тұра береді. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Өте оңай және тез. Менің каналымда молочная девочка тортының рецептісі бар. Рецепттерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.